Ана ханым, бүгін біздің компаниямызға қош келдіңіз. Біздің компания енді өте керемет. Мен өзім 2018 жылы осы компанияның ашылғаннан бастап жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі таңда дәрежем директор. Айына әр 15 күн сайын миллион теңге табыс тауып отырмын. Бүгін сізге соның артық қалай тауып жатқанын айтамыз. Енді бұл жерде ең бастысы сенім, ниет. Егер сіз шынымен де қаласаңыз, шынымен де ниет етсеңіз, сізге үйретеміз, жолын көрсетеміз. Өйткені адам жасаған адам жасайды. Мен мысалы бұл бизнесті қалай жасап жатырмын? Үйде отырып, тек қана бір телефонмен бірнеше ғана уақытымды бөлемін. Не көмектесіп жатыр маған ең бірінші көмектескені таргет рекламасы. Мен Instagram таргет рекламасымен жұмыс жасаймын. Яғни адамдар маған келеді, мен компаниямды таныстырамын, біздің компаниямызды таныстырамыз. Одан кейін компанияда жаңағы артықшылығын айтамын. Одан кейін мен топқа қосамын. Ол жерде өздері ақпарат алады да, адамдар өздері ақшаларын оңай салып, 40 мың теңгелерін салып, бизнесқа тіркеледі. Яғни сіз 40 мың теңгеңізді бір-ақ рет қана салып, өзіңіздің денсаулығыңызды жақсартып отырасыз, сұлулығыңызды, әдемілігіңізді жақсартасыз и бизнесіңізді бастайсыз. TikTok-пен жұмыс жасайсыз ба? Иә. TikTok канал деген өте керемет қазір. Ол мысалы бізде әрбір лидердің өзінің методы бар. Мысалы бұл кісі көбінесе ең бірінші бизнесқа келген кезде мен мысалы бұрын MLM бизнесте 15 жыл тәжірибем бар негізі. Бірақ осы Санева компаниясы ашылған кезде мен өзімнің идеямды ұсынғым келді. Сол ұсынған кезде мен адамдардың артынан жүріп холодный контактімен қатты ұнатқан жоқпын. Танымайтын адамға танысып ақпарат беру мен үшін мүлдем ұнамайтын тақырып болатын да. Сол үшін іздендім да, қалай жаңа бағытта осы бизнесті дамытуға болады деген кезде социальный сетьпен жұмыс жасауға болады деген ой келді. Сол кезде Instagram ол кезде мен қатты дамыған кезі емес болатын мен үшін. Тек Facebookқа өнімдерді салып, результатты салып, сөйтіп қана команда құрып бастадым да. Енді сөйтіп бизнес жасап жүрген кезде Солай ханымның маған қатты бір ұнағаны, бұл кісі әрдайым ізденісте, ешқашан табжылмайды. Бұл кісі іздену барысында осындай таргет деген дүниемен танысып, соны тереңнен зерттеп, игеріп, соның қазір номер 1 лидер деп айтсам болады. Бұл кісі үздіксіз клиенттер күнде түседі, ол кісілермен сөйлесіп, уақытын жібермей, бәрі соларға арнап, неге таргетті қыр-сырын үйренген кісі. Таргет арқылы қазір айына мысалы 2 миллион теңге табыс тауып отыр да. Сол таргет туралы кішігірім ашықтап айтып өтсеңіз, өзіңіз методикаңыз туралы. Енді адамдар хабарласады ғой ең бірінші хабарласқан кезде сіздің есіміңіз кім, қай қаладансыз деп бірінші танысамын. Сосын өзім сізбен танысқаныма қуаныштымын, менің есімім Құралай деп өзімді таныстырамын да. Сіз менің қазіргі таңда енді коллагенмен жұмыс жасап жатырмын. Сіз коллаген ішіп көрдіңіз ба деп сұрақ қоямын мен. Жоқ дейді, бірінші рет естіп тұрмын дейді. Коллаген деген ол жасарту өнімі, балық пептидінен жасалған, өзіміздің Қазақстанда жасалған керемет өнім, морской коллаген. Ол біріншіден сіздің сұлулығыңызды қалпына келтіреді, екіншіден сізге шашыңыздың, тырнағыңыздың, буыныңыздың қызметтерін жақсартады. Енді мен сол кезде бірінші сұраймын да, сіз пайдаланыңыз. Жоқ деген кезде мен айтамын, осындай компаниямызда Қазақстанның өнімі. Мен сізге қазір, мен көп сөйлесіп отырмаймын. Қазір мен сізге ақпарат жіберем деймін да, жаңа коллагеннен алған отзывтарды, ақпараттарды жібере саламын. Жіберем да, бір уақыттан кейін қайтадан хабарласам жаңа кісіге. Сіз қарап шықтыңыз ба, таныстыңыз ба деймін. Сөйтіп сосын айтады, мен таныстым бәрін, маған бәрі ұнады дейді. Мен айтам, біздің компанияда бұдан да басқа 23 өнім бар. Давайте сізді мен тобыма қосайын. Сіз сол жерде ақпарат алыңыз. Сеніміңіз артады, отзывтар тыңдайсыз деп группаға қосамын. Және мен сізге қазір каталог жіберіп қояйын деймін да, каталог жіберем, танысыңызшы деймін. Сосын тағы да жаңа кісіге хабарласамын. Сіз мен жіберген каталогты қарап шықтыңыз ба деймін. Содан кейін я дейді, сіз бұл жерде, мен сіздерге айтуды ұмытып кеттім ғой. Танысып отырған кезде мен ол кісіден сұраймын, сіз қай салада жұмыс жасайсыз? Өзінің жаңа айтып шығады. Мен айтам, бізде қосымша табыс тапсаңыз болады. Егер сіз врач болсаңыз, жаңағы мұғалім болсаңыз да, қай салада жұмыс жасасаңыз да, сіз қосымша табыс табуға болады. Әр 15 күн сайын. Бизнес жаңа маркетинг планымыз өте жеңіл. Бір жерде бірден табыс табасыз, 15 күн сайын табыс табасыз, және бірден тіркелгеннен кейін ақша табасыз деп айтамшы. Бірден тіркелесе бізде бір коллаген алсаңыз да, бір крем алсаңыз да табыс табасыз деп айтамын.
одан кейін барлық адамдарға табыс ұнайды ғой, жарайды, всегда адамдардың жаңағы несін алыңыздар, рұқсатын алыңыздар, адамдардың бірінші миына құясыздар ғой жаңағы, что осы жерде өнім жақсы екенін, маркетинг планы жақсы екенін, бәрін мен айтамын. Содан кейін ол группаға қосылғаннан кейін группада тағы да отырады. Одан кейін группаға өзімнің жетістігімді, компания туралы сабақ беремін. Одан кейін отзывтар жіберіп отырамын. Сосын командамдағы консультанттан жоғары жаңағы дәрежелерге байланысты лидерлер сабақ беріп отырады бұл жерде. Әркім өзінің жетістігін айтады да. Содан кейін өздері уже ойланып, көріп отқаннан кейін тіркеле береді. Оны қиындатудың керегі жоқ. Сіздер ойламаңыздар, бүгін адам келді маған, сразу тіркеліп кетпеді деп негатив ұстамаңыздар. Бұл жерде үлкен ақшаның артында үлкен еңбек жатыр. Жетістікке жету үшін әрекет жасау керек. Әрекеттің артында береке жатады. Рахмет. Енді жаңадан міне қатарымызға қосылған Айгерім ханымның мен қазір соңғы уақытта көріп жүрмін да, белсенділігіңізді мына TikTok арқылы дейсіз ғой. Сол TikTok арқылы сізге қашаннан бастап ой келді? Неге сіз именно TikTok'та ұнаттыңыз? Және сол салада сіз қалай дамыттыңыз өзіңізді? Сол туралы қысқаша өзіңіздің ой пікіріңізді айтып жіберсеңіз. TikTok енді барлық адамдар TikTokқа кіреді ғой. Неше түрлі жаңағы қызықты видеоларын салып жатады. Сол сияқты біздің де жаңа ең басында серіктес болып келгенде Құралай ханым ұсыныс тастаған таргет, қазір міне TikTok бар дегендей күнделікті видеоларыңды кез келген соцсетке сала бер деп. Менің мақсатым бәрібір ол жерге кіреміз, бәрібір де біз оны қараймыз, бәрібір жаңағы пайдасыз видеолар салғанша мен халыққа пайдасы бар видеолар салайын деп сала бердім, отзывтарды сала бердім, компанияның өнімдерін, профессиональный видеоларын сала бердім. Сонымен июль айынан бастап оның барлығы активно салынғандықтан накопительно дейміз ғой, жинақталмалы түрде менде уже сентябрьдің аяғынан бастап TikTok'тағы видеоларым жұмыс жасай бастады. TikTok арқылы адамдар өзі қарап, зерттеп, уже көңілдері тартқаннан кейін TikTok'тағы комментарий арқылы номеріма өздері жазып, WhatsApp-ма шығып, өнімдер туралы сұрап, сол өнім арқылы жаңағы товар оборотымды жасап, жаңағы заказдарымды жасап, бүгін міне консультант статусын TikTok арқылы жасалған жұмысым үшін консультант статусын жауып. Сонда сіз 15 күнде қанша товар айналым жасап тұрсыз? 15 күннің ішінде 20 балл 800 мың товар айналым сіз тек қана TikTokпен жасап отырсыз. 15 күнде 514 мың, бір айдың ішінде где-то 800 мыңдай товар оборот жасалды. Баян ханым, сіз енді бізде мынау үкімет тарапында жұмыс жасап, барлығын тастап, осы бел шешіп келуіңізге не себеп болды, және сізге сетевой маркетингте қандай құрал ыңғайлы қолданып жатырсыз? Өзіңіздің құпиясын айтып өтсеңіз. Мен осы компанияға келместің алдында мемлекеттік жұмыс жасағанмын, 20 жылдық стажым бар, колледжде сабақ берген. Сосын бірде мен 2013 жылы мен жол апатына түстім. Сол жол апатына түскен кезде менің мойын омыртқамнан бел омыртқама дейін сынып кетті. Содан мен қай жаққа барсам да жаңағы өзімде денсаулық жағдайыма байланысты проблемалар көп туындады. Отырсам да, тұрсам да, жүрсем де сол ауру мазалай берді. Сосын мен осының бір шешімін іздеп, қандай жарнама, қандай өнімдер шығады, соны қолдана бердім. Бірақ бастапқыда самообучение жақсы әсер еткен сияқты болады, бірақ мен нәтижесін көрмедім толықтай. Бірде менің жұмысқа кетіп бара жатқан кезде танысым, қазіргі таңда менің спонсорым Жүләева Құралай, сол кісіні автобуста кездестіріп қалдым. Сосын енді әңгіме барысында не істеп жүрсіз деген кезде ол кісі осы компания жайында айтады, қысқаша айтады да өз аялдамасынан түсіп қалады. Мен ары қарай кете беремін, одан арада мен мемлекеттік жұмыс жасағаннан кейін оны ол жайында ұмытып кетемін. Біраз уақыт өтеді. Bir күні қарасам, Құралай ханымның статусынан коллаген кремді жарнамалаған екен. Сол жерде как раз менің ауруыма, денсаулық жағдайыма байланысты қатысты болып тұрғаннан кейін мен қызығушылығым артып қарадым. Сөйтіп, бұл кісіден сұрай бастадым, бұл қандай өнім, бұл жаңағы мен денсаулығыма жарайды ма, болады ма деп сұраған кезде, сен келсеңші деп, мен офисқа келіп, ол өнімдерін толықтай алып, бірден 40 мың теңгеге сол компанияға бірден тіркелдім. Тіркелген күннен сол өнімді қолдана бастадым. Мендегі енді өте таңғаларлық жағдай, алып қолданғаннан кейін қазір қолданып жүрген биокрем бірден әсер еткен енді өзім қатты таңғалдым да, сосын жаңағы
мазмұнын отзывтарын оқи бастадым. Қандай крем, бұның құрамында не бар, бұлар қалай адамдарға тез әсер етеді, тез ауруын басады деген сияқты. Сөйтіп мен уже қызығушылығым арта бастады. Сөйтіп қызығушылығым артып, осы компанияға деген уже жұмысымды бастауға өзім шешім қабылдадым. Сөйтіп бір жыл бойы мемлекеттік қызметімді жасап жүріп, осы компанияда қосымша жұмыс жасадым. Одан кейін уже осында табыстың бар екенін біліп, мен как раз карантинға түскен кезде толықтай сол мемлекеттік жұмысымды тастадым да осы компанияға келдім. Маған түрткі болған негізі ең бастапқыда денсаулық жағдайым. Одан кейін сіз бизнес жасап жатырсыз ғой, сол қандай құралдарды қолданып жатырсыз? Өзіңізге қай сала ұнап, қай нені сферада дамытып жатырсыз өзіңізді? Мен ең бірінші осы келген кезде мен ойластырдым ғой, жан-жақты қараймын. Ана кісінің бір несін изюминкасын аламын, не істеп жатыр. Мына жақта мысалы үшін кім не істеп жатқанын бәрін қарадым. Айжан ханым не істеп жатыр, Құралай ханым не істеп жатыр, Маржан ханым не істеп жатыр, Жанат ханым не істеп жатыр деп. Сол кезде ары ойланып, бері ойлана келе мен Инстаграмға тоқталдым. Маған Инстаграмнан, маған басшымыз, президентіміз Роза ханым мынандай тапсырма берді. Мен толықтайын шығып келдім ғой. Сол кезде 10 күн бойы күнде бір күн маркетинг, бір күн өнімдер, бір күн маркетинг, 10 күн тоқтамай айтасың деп айтты. Сосын жарайды деп мен 10 күн бойы соны айтып, уже өзімді әбден пісірдім экранның алдында. Ешкім кірмегенде күндер болды менде. Мен оған қиналған жоқпын, ұялған жоқпын. Отырдым, зато мен өзімді соған дайындадым. Сөйтіп мен уже осы Инстаграмнан кейіннен адамдар кіріп, бірден мен эфиріма кіргеннен кейін уже маған 40 мыңға өнім алып, немесе бір зат болса да, екі өнім болса да алып, уже қызығушылықтары артып, мен когда эфирға кірем, адамдар уже тіркеле бастады. Мен сосын менің ойлаймын осы екен деп, кәдімгідей тікелей эфирді қолға ала бастадым. Сосын Инстаграмға өзіме тапсырма қойдым. Күнде таңертең тұрып, бір Жанат ханымның берген тапсырмасынан басталды. Таңғы сәлемнен бастаңыздар. Сол таңғы сәлемнен уақытты бөліп қойыңыздар. Таңғы сәлемнен бастаймын. Одан кейін күніге 3 мезгіл жаңағы Инстаграмға не саламын, пост саламын, содан кейін сторис саламын деген сияқты бәрі әлеуметтік желілерге таратамын. Маған ең қолайлысы бұл Инстаграм желісі болды. Және мен қазіргі таңдағы жоғарғы менеджер статусы жатқанның негізгі несі сол Инстаграмның арқасында қаншама командалар құрып, қазіргі уақытта өздеріңіз көрдіңіздер, жақында ғана менен Тараз қаласынан командам шықты, Өтебалева Жанат ханым менеджер статусын жапты. Бұл да мен үшін өте үлкен жетістік. Командамда 500-ге жоқ ханымдар мен мырзалар жұмыс жасап жатыр қазіргі уақытта. Өте керемет, өкінбеймін, өте қуаныштымын. Осындай компанияның бар екенін ең бірінші Аллаға мың шүкір айтамын. Одан кейін компаниямыздың құрылысшылары Баян ханым, мысалы сіз салыстырмалы түрде айтып өтсеңіз, осы жерде сіз мысалы үкімет тарапында тапқан табысыңыздан осы MLM бизнестегі табысыңыз жоғарылады ма? Әрине жоғарылады. Қазір айына қанша табыс тауып отырсыз? Мен қазір айына 600 мың, 700 мың теңге табамын. Ал үкіметте қанша таптыңыз? Үкіметте айына 150 мың, 180 мың. Сол өте керемет, Аллаға мың шүкір, осы компанияны құрған Роза Қожахметқызы президентіміз және маркетинг өте керемет табысқа тез жетуге ыңғайлы маркетинг жасаған Нұржан Дүйсенәліұлына және мені ұйқымнан ашқан тайм менеджмент сабағын берген, көптеген білім үйреткен Нұржан Дүйсенәліұлына алғысым шексіз. Және осында отырған қаншама ханымдар, спонсорларым бар, жоғары спонсорларым бар, маған өте көп көмегін тигізді. Шаршамаңыздар, қалмаңыздар, ұйқыларыңыздан ояныңыздар, бизнестерін жасаңыздар. Еркін жүріп, Құралай ханым айтпақ, шай ішіп жүріп, табыс табуға болады. Өте керемет мүмкін. Рахмет. Санива компаниясында қазіргі таңда білдей дәрігер мамандығын ысырып қойып, MLM бизнесін таңдап, компаниямыздың дәрігер дәрежесіне жетіп, Санива компаниясының бір саласын дамытып отқан Клара Дүйсенбайқызына келесі сөз кезегін бергім келеді. Бұл кісі өзіңіздің негізі айтып өтсеңіз, құпияңызды, қалай соншалық дәрігерлік дәрежеңізді, жұмысыңызды тастап, осы MLM бизнесіне келдіңіз, не себепті? Және осы Санива компаниясына сізге қайтып қалай саланы дамытқан ұнап жатыр? Қай методиканы қолданасыз? Иә, сұрағыңызға өте керемет. Мен ең бірінші өзім қалай Саниваға келгенім жайлы ақпарат берейін. Себебі ең бірінші мен Райымбек амбулаториясында дәрігер-терапевт, общий врач практики болып жұмыс жасадым. Сол кездері осы Маржан ханым менің жоғарғы спонсорым келіп, амбулаториямызға келіп, өнімдерін таныстырып, бізге осы қасиетті табиғаттың таза өнімдері жайлы ақпарат берген.
біз дәрігер болғаннан кейін міндетті түрде біз бірінші шөптерге, баптарға онша сене бермейміз. Сол үшін де біз көбірек біз химиялық препараттарға зейін қойып, соларға көңіліміз бөлініп кеткен. Осы өнімдерді зерттей келе мен көптеген пациенттеріме беріп, өзімнің отбасымда нәтижелерді көре бастағаннан кейін мен бизнес бастауға өзім шешім қабылдадым. Шешім қабылдап келіп, осы жерде өнімдерді пайдалана бастадым. Бірақ бір жарым жылдай мен денсаулығыма байланысты мен ішектегі онкологиямен операцияға түсіп қалып, бір жарым жылдай мен жұмыс жасай алмадым. Сол жердегі менің компанияға деген ризашылығым, себебі тіркелген кездегі мен өзімнің балдарымда сақталған, еңбектерімде барлығы солай тұрған. Әрі компания басшылығы тарапынан, компаниядағы менің спонсорым тарапынан, қасымдағы айналамдағы отырған қыздардың барлығының тарапынан сондай қолдауды көрдім. Материалдық та, рухани да барлығын көргеннен кейін мен осы больницадан шыққаннан кейін, емімді қабылдап болғаннан кейін мен толықтай осы компанияда жұмыс жасауға шешім қабылдадым. Менің түйіндегенім осы жерде химиялық препараттарды біз емге тағайындаған кездері бұл біздер түбегейлі соның моментально басамыз. Сол кездері сол ауырып тұрған аурудың себебін, салдарын жоймай, соның тек сол уақыттағы несін ғана басып қояды екенбіз. Зерттей келе мен шөп дәрілердің именно клеткалардың деңгейде әсерін беріп тұрып, осындай нәтижелерге жетіп жатқан көптеген адамдардың, халықтың арасындағы көптеген алғыстарды естіп бастағаннан кейін түбегейлі компанияға кеңесші дәрігер ретінде келісімін қабылдап, осы жерде бір ай болды жұмыс жасап жатырғаныма өте ризамын. Себебі көптеген кісілердің диагноздары, күрделі диагноздары келіп жатады. Соларды қалай өзінің химиялық препараттардан ақырындап табиғи жолға емдеуге осындай мүмкіндіктер болып жатырғанына өте ризамын. Себебі қазір мен шөп дәрілерді не үшін зерттеп бастадым? Себебі бұл жерде химия жоқ, гормон жоқ. Ата-бабамыздан келе жатырған шөп дәрілер, бұлардың барлығы біз мысалы үшін сүт өнімдерін қолданамыз, етті қолданамыз. Біздің жануарлардың барлығы сол шөптерді жейді. Сол шөптердің біздерге малға пайдасы болып тұрғанда не үшін адам ағзасына пайда болмайды? Осыларды зерттей келе, осы жерде түйіндеп, осы жерде отыруға, осы жерде көптеген халқымызға дәрігерлік ретінде кеңес беруге шешім қабылдап, осы жерге түбегейлі көшіп жұмыс жасап жатырмын. Алтынай ханым, енді сіз өзіңіздің методикаңыз, сіздің де әрбір серіктестің, әрбір лидердің өзінің қолданатын бір методикасы болады. Сол өзіңіз қандай методиканы қолданып, қазір қалай жетістікке жетіп отырсыз, туралы айтып өтсеңіз. Мен енді осы компанияға келіп тіркелердің алдында пандемия кезінде келдім. 2020 жылда өзім денсаулығыма байланысты келдім. Тіркелдің өнімдерінің барлығын іштім. Менің өзімнің тікелей спонсор Құралай ханым жұмыс жасамайсыз ба деген ұсыныс айтты маған. Бірақ мен оның алдында көптеген сетевойларда өзім жұмыс жасағанмын, бірақ енді биікке жетудің ол жолдардың бәрін көп қойғанмын. Содан мен айттым, маған ақша табу жағын айтпай қойыңызшы, маған мен бірінші денсаулығымды жөндейін дедім. Содан осы өнімдерді ішіп, жаңағы бір күнде келсем, Құралай ханым айтады, сізге зарплата түсті ғой, қойыңызшы дедім. Содан кейін сол кездерде біздегі қазіргі флорацин креміз, ол кезде 4000 теңге тұратын. Сол 4000 теңге шықты деді, ой, онда мазала салайын дедім, маз алдым. Содан Құралай ханым жаңағы маған айтты, сіз бұны жаңағы табу үшін қазір енді ол кездерде пандемия кезінде ешкімді мынау шығармады ғой, жан-жаққа шығып бәрі үйде отырды. Сонда айтты, сіз неңізге сала салыңызшы деді, WhatsApp-дағы статусына салсаңыз, сол кезде сіз жаңағы мынадай осы отзывтарды салыңыз деді. Сосын үйге жүгіріп, келдім, Құралай ханым жіберген отзывтардың бәрін алдым да статусқа салдым. 20 минутта мен 80 000 теңгеге бірден заказ қабылдадым. Содан бір көңілімде бір не болды да, керемет мына жұмыс жасауға болады екен ғой дедім да. Содан сол кездерде жаңағы коллагенге, формула 1 дегендерге промоушндар жүрді, керемет. Сол кезде соларға қатты қызықтым да, соларды ішуім керек болды. Өйткені жаңа өзімнің бала-шағама да керек болды. Сонымен пластыр бар біздегі, керемет. Солардың барлығын жаңағы неге алдым ғой, промоушндарға алдым. Содан өзімнің ары қарай байқамай қалдым да, жұмыс жасап кеткеніме. Мен басында статуспен жұмыс жасадым, WhatsApp арқылы жұмыс жасадым. Одан кейіннен кейін жаңа Жанат ханымның
дәрежесіне инстаграмына тіркеліп, сонымен инстаграм арқылы жұмыс жасадым. Одан кейін тиктокқа көштік. Мен енді қазір баяғып қарасаңыз, тикток пен инстаграмның екеуінің айырмашылығы бар екен да. Тиктокпен келгендер, маған да қазір тиктокпен адамдар көп келеді. Олар дайын да, бірден болды. Бағасын сұрайды, қай жақтасыз, адресіңіз қандай? Мынаны салып жіберіңіз, болды, маған мынандай өнім керек, болды, осыны салыңыз деген. Сонымен мен енді қазір енді тиктокқа өте көп көңіл бөліп жүрмін қазіргі таңда. Жаңағы енді Аллаға шүкір, мен өзім командам жиналды. Қазақстанның 14 облысы 80 қаласынан жан-жақтан. Осы бүгінгі тақырып мәселесінде тағы да және бір енді қарап отырсам, мына жерде бізде табыс аралығында айына 15 күнде 100 мың теңгеден бастап, консультант дәрежесінен бастап, айына 2 миллионға дейін алып отқан директор дәрежесіндегі серіктестеріміз бар. Енді осы жерде біздің мақсатымыз бүгін әркімнің методикасын айтып талқылау болған. Енді жаңадан келген серіктеске ұсынарымыз, тоқеттер дейді ғой. Ең бірінші, әрине, Саниева компаниясының қадамын бастаған кезде, 40 мың теңгені тіркеле салған кезде, бірінші қоятын әрбір жаңадан келген серіктестің сұрағы: мен не істеймін? Мен қалай табысқа жетемін? Мен не істеп, қалай осылай жұмыс табысқа сіздер сияқты жете аламын деген сұрақтар көп болып жатады. Енді ең бірінші менің өзімнің үйренгенім, сіз келе салып, бұл сіз бай болу университетіне түстім деп есептеңіз. Бірінші классқа түстіңіз. Бірінші класста сіз не үйренесіз? Бірінші класста сіз азбуканы үйренесіз, әріптен бастап үйренесіз. Біздің азбукамыз ол маркетинг, план жаттау, өнімдерді білу, оны айта білу, ОПП, открытая публичная презентация, тұрып, ойыңыз жеткізіп сөйлеу. Одан кейін жаңағы спонсорыңыз айтқан әрбір қағидасын бұлжытпай орындайтын болсаңыз, міндетті түрде тез жетесіз. Ол қандай қағидалар? Спонсор айтты ма, статусыңызға, WhatsApp-ыңызға сал нәтижелер деп салыңыз. Қыздардың жетістіктерін айтты ма, сал деп салыңыз. Инстаграм аш деді ма, ашыңыз. TikTok аш деді ма, ашыңыз. Жүргізіңіз. Туысқандарыңызға, таныстарыңызға барлығын айту керек. Таныстар тізімімен бірінші жұмыс жасаңыздар. Таныстар тізімі біткеннен кейін барып, немесе параллельно қатар алып социальный сеттерді жүргізіңіздер. Қазір заман дамыған. Мен жаңа ең баста айттым, холодный контакт мен үшін қатты ұнамайтын. Сол үшін мен социальный сетті изучать етіп, тереңнен білгеннен кейін бұл жерде түрлі саланы қолданып, тез арада қысқа мерзімде көп табысқа жетуге болады. Сол мүмкіндіктерді құр жіберіп алмаңыздар. Келдіңіз ба, нақты шешіммен бірінші күннен бастап арман мақсатты жазыңыз, өнімдерді біліңіз, маркетингті жақсылап игеріп алыңыз, табыс тапқыңыз келсе, және спонсорыңыз не айтады, соны бұлжытпай орындаңыздар. Сол кезде сіз тез нәтижеге, тез жетістікке жетесіз. Осы отырған барша қыздар бізде осы тапсырма бойынша, осы берілген спонсордың айтуы бойынша Роза Қожахмет қызының айтқан істегеннің арқасында қазір миллионға жетіп отыр. Рахмет.